балаларыңызға тест ретінде есептер беремін. Балаларың сізбен отырып есептерді шешеді. Және де шешіп қоймай, сіз балаңыздың білімін деңгейінің қандай дәреже екенін білетін боласыз. Шындығында отличник па, жоқ троечник па деген нәрсе. Және де осы жерде экран арқылы сіздерге презентация жасалады. Осы күнге дейінгі тәжірибемен бөлісем, және сіздер естімеген құнды ақпараттар, балаңыздың болашағы үшін берілетін құнды ақпараттарды беретін боламын. Былтыр мен 800-ге жуық ата-анаға және балаларға мастер-класс өткіздім. Көптеген ата-аналар, яғни солар 90% құнды ақпарат алғандарын мойындады. Көпшілік ата-аналар өздерінің қателіктерін мойындады. Әлі күнге дейін айтады, біз сол мастер-классқа барып көзіміз ашылды деп, мінекей, мен күніге естіп жатырмын. Яғни мастер-классқа қалмай келіңіздер. Мастер-классқа келген ата-аналардың білмейтін нәрселері: біріншіден, біздің мемлекетіміздегі қазіргі сапалы білім беріп жатқан заман талабына сай мектептердің бар екендігін білмеуі. Екіншіден, баланың осындай қазіргі жас кезінен бастап білімге құштарлығын арттырып, кеш қалып қалмай баланы дер кезінде біліммен сусындану керек екендігін білмеуі. Ал енді білген ата-аналардың өзі осы үздік мектептерге түсу үшін емтиханға кеш дайындайтындықтары. Мінекі осындай мәселелердің барлығы мен мастер-классында қарастырылады. Одан бөлек, бала бұл мектептерге стрессіз түсу үшін қандай әрекеттер жасалу керек, қанша уақыт оқу керек, қандай оқулықтардан оқу керек. Бұл жерде айтатын нәрсем, балаңыз бастауыш сыныпты бітірді ме, дереу мектебін ауыстыру керек. Мен принципім сол. Яғни қайда ауыстырамыз? Балаңызды дереу дары мектептеріне ауыстыру керексіз. Балаңыздың болашағы болсын десеңіз, ең алғашқы қадам дары мектептерінен басталады. 5 класстан дары мектебіне ауыстырасыз. Одан кейінгі қазіргі біздің мемлекетіміздегі үздік мектептер жаңағы РФМШ, НИШ және Қазақ түрік лицейі. Сол мектептерге балаларыңыз өту үшін қандай әрекеттер жасау керек, немен дайындалу керек, қалай оқыту керек, соның барлығын мен мастер-класста айтатын боламын. Біздің балаңыз тесттен өтеді, өтпейді деген сізде қорқыныш болмау керек. Менің беретін тест есептерім, яғни балаңыз 9 айда не оқыды, мектеп программасында не үйренді деген нәрсе ғана. Мен бұл жерде олимпиадалық есеп бермеймін, мен бұл жерде емтихан есептерін бермеймін. Тек балаңыз мектеп қабырғасында не оқып, қандай білім алды, сол нәтижесін осы жерде көрсетіп беретін болады. Яғни балаңыз отличник па, ударник па, троечник па деген нәрсені көзбе-көз көретін боласыз. Құрметті ата-аналар, менің мастер-класс өткізіп жатқан себебім, мен 25-26 оқу жылына сіздердің балаларыңызды қабылдаймын. Сентябрьде оқитын балаларды толық қабылдап бітемін. Мастер-класстан жылдамдатып орын алыңыздар, себебі орындар саны шектеулі. Яғни ерте қабылдап жатқан себебім, бұл қабылданған балалар жаз айларында менде тегін оқиды. Яғни 2 ай онлайн сабақ алады, және 1 ай августтен бастап балалар офлайн сабақ алатын болады. Былтырғы біздің көрсеткен көрсеткішіміз август айынан бастап менде балалар тегін оқыды, қыркүйектің 1-інде балалар толыққанды сабаққа дайын болып кірді. Яғни сол балалардың сол кездегі көрсеткіштері әлі күнге дейін түскен жоқ. Менен білім алып жатқан балалардың ең төменгі көрсеткіші ол өз сыныбында математика пәні бойынша отличник болып жатыр. Одан кейінгі көрсеткіші бұл балалардың көпшілігі мектепішілік олимпиада, аудандық олимпиадаларда 1-2 орындарды иемденіп отыр. Ал енді одан жоғары көрсеткіші аталған жоғарыдағы мектептерге балалар стрессіз түсіп жатыр. Одан бөлек балалардың, маған былтырғы келген 800-ге жуық баланың барлығының ынтасы ашылды. Яғни осы уақытта математиканы түсінбеген балалар бұзық болып 4 ай, 5 ай осы курсқа қатысқанның өзінде басында түсінбей жүрген балалар қазір сондай керемет есеп шығарып отқанда мен өзім қуанамын. Мінекей, мен мастер-классыма қатысыңыздар. Мен 20 жыл тәжірибесі бар ұстазбын. Баламен қалай сөйлесу керек, баланың қалай мотивациясын оятатын мен қолымнан келетін іс. Мәселен, мынау 4-ші класының тесті, бұл жерде мен 10 есеп дайындап қойдым, құрметті ата-аналар. Бұл жерде көпшілігі сол төменгі бастауыш сыныпта өтетін арифметикалық амалдар. 4-ші сыныптың баласы үшін маған керек нәрсе, бала көбейту таблицасын жақсы біліп, қосып азайтып, көбейтіп бөлуді дұрыс орындаса, соның өзі жеткілікті. Ал оның логикалық есеп шығаруы бірте-бірте үйренгеніне байланысты дамитын болады. Осы 10 есептің мынау арифметикаларынан бөлек, ішіндегі мәтін есептерден 1-2-лісін шығарса, маған жеткілікті. Мен сол баланы ары қарай дамытып аламын. Жылдағы дайындалып, РФМШ, НИШ мектептеріне грантқа түсіп жатқан балаларым тек грантқа түсіп қана қоймай, әсіресе сол мектептерде үздік оқып жатыр. Айта кететін нәрсе,
Бұл мектептерге түскен балалар бірінші, екінші жылдары өте қатты қиналады. Яғни отличник, жай мектептен отличник болып, болмаса осы біздің дайындығымызда отличник, олимпийский болып жүрген балалар бұл мектептерге түскенде бірден троечник болады. Бағалары өте төмендейді. Себебі талап бұл жерде жоғары, білім сапасы жоғары. Кейбір балалар бұл мектепке түскенмен ары қарай да оқи алмай шығып кететін жағдайлар болып жатады. Енді менің дайындаған балаларым ішінде ондай балалар кездескен жоқ. Көпшілігі сол бұл мектептерде үздік оқуларын ары қарай жалғастырып жатыр. Олай болса, құрметті ата-аналар, мастер классымда күтеміз сіздерді.